Аяқ астынан 45 миллиард теңге қарызға батқан әйел араша іздеп жанайқайын жеткізе алмай жүр. Өйткені проблемалық кредиттер қоры оны сотқа беріп, қазылар ақша өндірілсін деп үкім кескен. Қаржы ұйыммен жасалған келісімшартта оның қойған қолы да жоқ. Жалғызбастан мұнша қаражатты қарызға алмақ түгіл түсінде де көрмегенін айтады. Сонда әділдік үйі нені негізге алды? Тауы шағылған келіншектің бұл жұмбаққа қатысы бар ма? Әдетте, жалғызбасты аналарға 40 миллиард емес, 45 мың теңгенің өзін қан қақсатып, 100 жыл жалындырып беретін банктер ондай соманы қалай қия салды екен? Там не было моей подписи. Там, где графа моя фамилия, имя, отчество, она отсутствует. Все, суд закончился. Она вынесла решение взыскать с меня 45 миллиардов. Қолым қайда? 45 миллиард теңге қарызсың деген соттың шешімі Зебихан Қадырованың есін шығарыпты. Бұған дейін мұндай тірліктен хабарсыз болған азаматша өзінің борышкерлер қатарында екен бұрынғы әріптестерінен естіген. Кейіннен ақ-қарасын анықтау үшін өзі іске кірісіпті. 4 жылға жуық жұмыс атқарған компаниясы несие алып, келісім шартқа қосымша 3 адамды қосқан, ішінде Зебихан да бар. Алайда бұл іске дейін қызметінен шығып кеткен әйел ол уақытта шегер асып әке-шешесіне барыпты. Ал сотқа жіберілген келісім шартта қол жоқ. В решении она указала, что сот шешімін шығарған кезде мені ешқандай наразылық білдірген жоқ деп көрсетіпті. Егер менің қолым болмаса, мен қалай наразылық білдіремін? Бұл деген барып тұрған заңсыздық. Сот мұны ескерместен мені де борышкерлер қатарына қосып жіберген. Да өткен жылдың желтоқсан айында басталған компания 2010 жылдан бері өз жұмысын тоқтатқандықтан проблемалық кредиттер қоры қағазда көрсетілген азаматтардан өтеп алу үшін 9 жылдан кейін сотқа жүгініпті. Медеу аудандық соты сол кезде өндіріп алуды орынды деп шешкен. Кейіннен қалалық сотқа апелляцияға берген. Бірақ бұл жерден де салы суға кетіп, осы жылдың мамырында онлайн өткен сот шешімді өзгеріссіз қалдырады. Енді жоқ жерден қарызға батқан әйел жоғары сотқа шағымдану үшін 1,5 миллиард мемлекеттік баж салығын төлеуі тиіс. Когда фонд проблемных кредитов проблемалық кредиттер қоры сотқа берген кезде 1,5 миллиард мемлекеттік баж төлеуі тиіс. Бірақ заңға сәйкес олар төлемнен босатылған. Енді біз жоғарғы сотқа шағымдану үшін осы соманы төлеуіміз керек. Менің қорғауымдағы азаматшада мұндай қаражат жоқ. Адвокаттың айтуы бойынша сотқа барған әрбір арызда тұлғаның қолы болуы тиіс. Бірақ Зебиханның бұл жерде ешқандай қолы болмаған. Мұны соттың қалай қарағандығын әлі түсінбейді ал қалалық сот өкілдері болса ақпараттың жай-жапсарын анықтау үшін біраз уақыт кетеді деп отыр. Қазіргі таңда іс аудандық сотқа берілді. Қазіргі уақытта соттарда дезинфекция жұмыстары жүргізілуде. Сондықтан істі міндетті түрде сұрағаннан кейін біз сізге қосымша ақпаратты береміз. Бір бөлмелі пәтерін 20 жылға ипотекаға алған азаматша жалғыз баласын тәрбиелеп отыр. Қазір барлық есеп шоттары бұғатталғандықтан баспананың несиесін де төлей алмауда. Сонымен қатар сот шешіміне сәйкес жалақысының 50%-ын ұстап отырады екен. Жазықсыздан жазықсыз жапа шектім деген Зебихан енді қайда барып кімнен әділдік сұрарын білмейді.